достар, бәріне сәлем, қалдарыңыз қалай, қайырлы таң. Алматыда күн салқындады, және мен артық салмақ тақырыбын жалғастырып жатырмын. Кеше бір ойлар келді маған. Жалпы артық салмақ болсын деп ешкім қаламайды. Адамның ағзасы өзі соған апарады деп айтуға болады. Өйткені көп адамдар, әсіресе әйелдер, диеталар қолданады, спортқа көп қатысады, көп қимылдайды, аяқтары да шаршайды, бірақ артық салмақ бәрібір сақталып тұрады. Оның себептері дұрыс ұйықтамау, ерте жатып, ерте тұрған ең пайдалы деп жатады ғой. Бірақ біздің қазіргі өмірде қалада тұратын және ауылды жерде тұратын адамдарға сағат 10-да жата қою бір талай шығар. Егер балаларың өсіп өткен, барлық шаруаң біткен болмаса, ол шынымен ерте жату, менің ойымша, қазіргі адамдар үшін өте сондай қол жетімсіз бір нәрсе сияқты. Бірақ ол керек. Шын ғой, 10-ға дейін жұмыстарыңызды бітіріп жата қоя аласыздар ма бала-шағаңызбен бірге? Бала-шаға 8-9-да тек жаңағы өздерінің жаттығуларына барып, үйірмелеріне барып келіп жатса. Сол жалпы 7-9 сағат ұйықтаған жөн деп жатады. Өйткені ағзада кортизол деген гормон мына майлардың бәрінің жиналуына себеп екен. Біз қандай да бір стресс алсақ, егер біз дұрыс жөнді ұйықтамасақ, ұйқымыз қанбай әрқашан басымыз ауырып, қысып жүрсек, онда кортизол гормоны әрқашан көтеріңкі болады да, мына майдың біздің салмақтың кетуіне кедергі болады екен. Ал егер ұйықтау дұрыс бола бастаса, онда бар жақсы болады. Сол ғой себеп. Бұл жерде тек тамақ емес, тек қана жүру емес. Сол қандай біз қай уақытта жатамыз және не ойлаймыз. Бүгін сол психосоматика және гормондар тақырыбын айтқым келіп тұр. Психосоматика дегенде жалпы біздің халқымыз, қазақ халқы, енді дамушы мемлекетпіз ғой. Дамушы болғаннан кейін көп нәрсеміз әлі дұрыс емес, әлі үйрену керек, әлі жасау керек. Ол әр адамның ішінде және жалпы мемлекет бойынша сондай. Әлі жасайтын, жөндейтін нәрселер көп. Және егер әлеуметтік желілерді ашып қалсам, бірақ көбісі негативке жүгіреді. Мынау жоқ, мынау дегендей. Соған қарағанда жалпы халық жақсы нәрселерді бірінші атап өтуді үйренбеген сияқты. Ол нені көрсетеді? Өзіне деген самокритика көп, және басқаларға деген критика көп. Жалпы мемлекетке міндет, жауапкершілікті біреуге тастау дегендей. Сосын комментаторлар, мысалы, көп енді. Ашып қалсаң комментарий жазатындар көп, негатив жазатындар да бар. Солар енді былай деп жақсылау жазса, тек қана жаман нәрсе жаза бермесе, тек қана әр нәрсенің жаман нәрсесін көре бермесек деймін. Жалпы ол адамның өміріне, өзіне зиян. Тек қана өмірден, тек қана өзінің күнінен, әр жерден, айналаңнан негативті байқай беру. Сондай өзі қалыпты жағдайдағы адамдар болады. Тек сондай тақырыпты айтып жүретін, біреумен кездесіп қалса сондай біреуді жамандап, қаланы жамандап, ауылды жамандап, үкімет жамандап. Сол ол ауру, ол аурудың түрі. Шынымен, егер адам негативті айта берсе, соны кассета секілді айналдыра берсе, ол өзінің өмірінде дұрыс сүріп жүрген жоқ. Және басқаларға да өзінің негативін таратып жүр. Ол дұрыс емес. Қалай ойлайсыздар, достар?